Тарих кейде ең ұлы ерлердің есімін де үнсіз қалдырады. Бірақ халық жадынан өшпейтін тұлғалар болады. Біз соларды қайта сөйлетеміз. Бұл ұмыт қалған батырлар тарихы. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біз ұмыт қалған батырлар сериясында қазақ тарихында ерлігі зор болса да есімі көп айтыла бермейтін тұлғаларды таныстырып келеміз. Бүгінгі кейіпкер сондай батырлардың бірі. Ол небәрі 19 жасында жекпе-жекте 3 батырды қатарынан жеңген. Қытайдың атақты батырларын тоқтатқан. Жетісу жерін қорғаған қолбасшы болған. Тіпті ел намысы үшін Тезек төрені жау тұтқынынан босатып алған. Бірақ осындай ерлігіне қарамастан бүгін оның есімін көпшілік біле бермейді. Бұл Алданұлы Шойнақ батыр. Ендеше қазақ тарихында есімі аңызға айналған осы тұлғаның өмір жолына бірге үңілейік. Ол небәрі 19 жасында 3 батырды жекпе-жекте жеңді. Ол Қытай қолбасшыларын кейін шегіндірді. Ол Тезек төрені жау тұтқынынан босатып алды. Ол Жетісудың шығыс шебін жылдар бойы қорғады. Бірақ бүгінде оның есімін қазақтың көбі біле бермейді. Неге? Көз жеткізбес көкжиекке дейін созылған Жетісу. Асқар алатау, мөлдір өзендер, шүйгін жайлаулар. Бұл қазақтың ежелден қоныс еткен қасиетті мекені. Бірақ табиғаттың осы тыныштығы әрдайым елдің тыныштығын білдірген жоқ. Бұл өлкенің әрбір белесі, әрбір өзені, әрбір асуы талай батырдың қаны тамған қасиетті жерге айналды. Өйткені 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басында Жетісу қазақ даласының ең күрделі аймақтарының бірі болатын. Жоңғар хандығы тарих сахнасынан кеткенімен қазақ елі үшін қауіп әлі аяқталған жоқ еді. Шығыста Цин империясы, олардың қарауындағы сібе жасақтары, шекара маңындағы қарулы топтар, ал оңтүстікте қырғыз барымташылары. Олар шекарадағы ауылдарға тұтқиылдан шабуыл жасап, мал айдап, адамдарды тұтқынға алып кететін. Кейде бір түннің ішінде бүтін бір ауыл босып кететін. Сол себепті Жетісуда өмір сүрген әрбір қазақ баласы ең алдымен жау келсе елін қорғайтын азамат болып өсуге тәрбиеленді. Қазақтың шығыс қақпасы саналатын бұл өлкені қорғау жай ғана бір рудың емес, тұтас елдің тағдыры еді. Бұл жерде соғыс тоқтаса, ел тынышталады. Ал жау басым түссе, Жетісудың тағдыры қыл үстінде қалатын. Сондықтан дәл осы өлкеде Сатай, Хангелді, Бөлек, Бағай, Аралбай секілді талай батырлар атқа қонды. Олардан кейін ел қорғанына айналған жаңа буын өсіп шықты. Сол буынның ішінде ел аузында ерекше аталған бір жас жігіт болды. Ол күшімен ғана емес, жүрегімен де өзгеден дараланды.
Көп ұзамай оның есімі Жетісудың түпкір-түпкіріне тарайтын еді. Ел ішінде бұл бала өзгеше деген сөз жиі айтыла бастады. Бірақ ол кезде ешкім осы қарапайым ауыл баласының бір күні қазақтың шекарасын қорғайтын қолбасшыға айналарын, Қытай батырларымен жекпе-жекке шығарын, тіпті ел намысы үшін тезек төрені жау қолынан босатып аларын әлі білген жоқ еді. Әр халықтың тарихында ел тағдырын өзгерткен тұлғалар болады. Олардың өмір жолы кейін ұрпақ жадында аңызға айналады. Шойнақ батырдың балалық шағы туралы да ел ішінде осындай көптеген әңгімелер сақталған. Шамамен 1800 жылы Ұлы Жүздің Суан тайпасының Әпсүгір руында дүниеге келген сәбиге Шойнақ деген есім беріледі. Бұл қазақ елі үшін ауыр кезең еді. Халық шекарасын күзетіп отырды. Ертеңгі күннің не боларын ешкім білмейтін. Осындай заманда дүниеге келген әрбір ұлға ел қорғайтын азамат болсын деген тілек айтылатын. Ал Шойнаққа қатысты ел ішінде өзгеше әңгімелер тарай бастайды. Қариялардың айтуынша, Шойнақ дүниеге келген түні аспанды найзағай тіліп, күн күркіреген екен. Әрине, мұны тарихи құжатпен дәлелдеу мүмкін емес. Алайда қазақ халқы ерекше туған адамдардың өмірін осындай аңыздармен өрнектеп отырған. Бұл аңыздың астарында бір ғана сенім жатыр. Бұл бала өзгеше болады. Жылдар өте келе, халықтың бұл сөзі бекер айтылмағанын өмірдің өзі дәлелдеді. Ел аузындағы тағы бір әңгімеде 9-10 жасар Шойнақ көк шұбар құнанын үлкендердің аламан бәйгісіне қосады. Жұрт алғашында бұған күле қарайды. Бала құнанмен қайда шабады дегендер де болады. Бірақ жарыс басталғанда көкшұбар құйын секілді алға ұмтылады. Мәреге өзгелерден бұрын жеткенде жұрт таңданысын жасыра алмайды. Сол күннен бастап Шойнақ деген есім ауылдан ауылға тарай бастайды. Ал тағы бір аңызда 11-12 жасар Шойнақтың қасқырмен бетпе-бет келгені айтылады. Қариялардың айтуынша, бала Шойнақ қасқырдан қашпаған, қайта оған қарсы ұмтылып, айқас соңында жыртқышты жер жастандырған деседі. Бұл оқиғаның тарихи дәлдігін айту қиын. Бірақ бір нәрсе анық. Халық ешқашан қорқақты батыр етіп дәріптемейді. Мұндай аңыздар Шойнақтың жас күнінен ақ батылдығымен елге танылғанын аңғартады. Батырлық тек қара күш емес, ол мінез, ол тәрбие, ол елдің аманатына адал болу. Шойнақтың бойындағы осы қасиеттерді алғаш байқағандардың бірі сыншы Мадияр еді. Ол жас баланың жүрегіндегі отты көрді және оның болашағын дәл таныды. Көп ұзамай Шойнақты Жетісудағы әйгілі қолбасшылардың бірі Бекбауылдың тәрбиесіне береді. Міне, болашақ батырдың шынайы өмір мектебі дәл осы жерден басталды. Ел аузындағы әңгімелерде Шойнақтың ерекше қабілетін алғаш таныған адамның бірі сыншы Мадияр екені айтылады. Ол жас баланың тек күшін емес, мінезін көрді. Батырдың білегі кейін қатаяды,
ал жүректегі намыс пен елге деген адалдық бала күннен қалыптасады. Мадияр дәл осы қасиетті байқаған еді. Сондықтан ол Шойнақты Жетісудағы атақты қолбасшы Албанның Бекбауыл батырының тәрбиесіне береді. Бекбауыл жай ғана батыр емес еді. Ол талай шайқастың отын кешкен тәжірибелі қолбасшы болатын. Ол жақсы білетін, соғыста жеңіс тек білектің күшімен келмейді. Жеңісті ақыл, тәртіп, төзім және дұрыс шешім әкеледі. Сондықтан жас Шойнаққа ең алдымен өзін жеңуді үйретті. Таң атпай атқа қону, шаршасаң да жаттығуды тоқтатпау, найзаны дәл жұмсау, қылышты қорғану үшін де, шабуыл үшін де қолдану, жауға қарсы шапқанда қорықпау, ал шегіну керек жерде артық намысқа ермеу. Осылардың бәрі Бекбауыл мектебінің заңында еді. Шойнақ ұстазының әр сөзін көңіліне тоқып өсті. Өйткені ол батыр болуды емес, ел қорғайтын азамат болуды армандады. Көп ұзамай тағдыр оған алғашқы үлкен сынағын дайындап тұрған еді. Бір күні Жетісуға қаралы хабар жетті. Қырғыз барымташылары шекарадағы ауылға тұтқиылдан шабуыл жасап, малын айдап, қыз-келіншектерді тұтқынға алып кеткен еді. Бұл жас Шойнақтың алғаш рет нағыз соғысқа аттанатын күні болатын. Бекбауыл оның жүзіне ұзақ қарады. Сосын жай ғана былай деді: Шойнақ, соғыстың барлық қыр-сырын үйренуге әлі де 1-2 жылың бар еді. Бірақ намыс сені ерте есейтті. Жолың ақ болсын. Осы сөзді айтып, ұстаз батасын береді. Қазақта бата жай ғана тілек емес. Бұл жауынгердің мойнына артылған аманат. Жас Шойнақ сол аманатты арқалап, алғаш рет жорыққа аттанды. Ол кезде ешкім оның бірнеше сағаттан кейін Жетісуды таң қалдырған ерлік жасайтынын білген жоқ. Жас батырдың алғашқы үлкен сынағы көп күттірген жоқ. Қырғыз барымташылары шекарадағы қазақ ауылына тұтқиылдан шабуыл жасап, мыңғырған малды айдап, қыз-келіншектерді тұтқынға алып кеткен еді. Бұл жай ғана барымта емес, елдің арына тиген соққы болатын. Хабар жетісімен Бекбауыл батыр қол жинады. Қазақ жасағы жаудың соңына түсті. Көп ұзамай екі жақ бір-біріне қарама-қарсы сап түзеді. Бекбауыл батыр әуелі қан төгісті болдырмауға тырысты. Ол қарсы жаққа: алып кеткен малды, тұтқын болған адамдарды түгел қайтарыңдар, біз бейбіт тарқасайық, деп ұсыныс жасайды. Бірақ қарсы жақтың қолын бастап келген Қарасақал бұл сөзге келіспейді. Ел аузындағы әңгімелерде Қарасақал өте айлакер, өте тәжірибелі, жекпе-жекте жеңіліп көрмеген батыр болған деседі. Ол мысқылдай күліп: күштерің жетсе, келіп тартып алыңдар, дейді. Осы бір ауыз сөз соғыстың тағдырын шешіп жіберді. Сол сәтте қазақ жасағының алдынан 19 жасар Шойнақ суырылып шықты. Ол алдымен ұстазы Бекбауылға бұрылды, бас иді, бата сұрады. Бекбауыл жас батырға үнсіз қарап тұрды. Содан кейін ақ батасын берді. Бұл ұстаздың шәкіртіне артқан соңғы сенімі еді. Алғашқы жекпе-жек
бір сәтте аяқталды. Шойнақтың найзасы қарсыласын аттан аударды. Жұрт демін ішіне тартып үлгіргенше екінші батыр шықты. Бұл жолы қылыштар жарқылдады, аттар шыр айналды. Бірнеше ғана сәт тағы бір батыр жер құшты. Бірақ ең ауыр сынақ әлі алда еді. Енді Қарасақалдың өзі шықты. Бұл тәжірибе мен жастықтың айқасы еді. Бір жағында талай шайқасты көрген батыр, екінші жағында 19-ға енді ғана толған жас сарбаз. Жазық дала бір сәтке тына қалды. Қос тұлпар бір-біріне найзадай атылды. Алғашқы соққы, екінші соққы, үшінші айналым. Кенет Шойнақтың қылышы жарқ етті. Қарасақалдың денесі ат үстінде теңселіп барып жерге құлады. Осылайша ел аузындағы әңгімеге қарағанда жас Шойнақ бір шайқаста қарсы жақтың 3 батырын қатарынан жеңген. Бұл жеңіс қазақ жасағының рухын көтерді. Ал қарсы жақ бейбіт келісімге келуге мәжбүр болды. Айдалып кеткен мал қайтарылды. Тұтқын болған адамдар елге оралды. Сол күннен бастап Жетісуда жаңа батырдың есімі айтыла бастады. Бұл күні Бекбауыл ұстаз шәкіртінің жай сарбаз емес екенін түсінді. Ал халық өзінің жаңа қорғанын тапқан еді. Бірақ Шойнақтың алдындағы ең ауыр сынақтар әлі басталмаған болатын. Өйткені көп ұзамай оның қарсысына Қытайдың қалың қолы шығатын еді. Жекпе-жек аяқталды. Далаға үнсіздік орнады. Аз ғана уақыт бұрын ат тұяғы дүбірлеген кең жазықта енді тек желдің ғана үні естіледі. Бұл жеңіс бір ғана шайқастың жеңісі емес еді. Бұл жас батырдың ел алдындағы алғашқы үлкен сыннан сүрінбей өткен күні болатын. Ел аузындағы деректерге қарағанда, осы шайқастан кейін Бекбауыл батыр жас Шойнақты өз қасына шақырған. Ұстаз шәкіртіне ұзақ үнсіз қарап тұрып, қолындағы туды көтереді. Бұл жай ғана ту емес еді. Бұл Суан елінің аманаты болатын. Қазақ үшін ту жай ғана белгі емес. Ту жығылса, елдің рухы жығылды деп есептелген. Сондықтан туды кез келген адамға ұстатпаған. Оны ең сенімді, ең батыл, ең жауапты батырға тапсырған. Бекбауыл өзінің шешімін жариялады. Бүгіннен бастап бұл туды Шойнақ ұстайды. Осы сөз жас батырдың тағдырын бір жола өзгертті. Енді ол тек жауынгер емес, ел сенген сардар болатын. Осы күннен бастап Шойнақтың есімі Суан ішінде ғана емес, Жетісудың көптеген ауылдарына тарай бастады. Қай жерде қауіп туса, сол жаққа Шойнақ аттанатын. Қай жерде жау көрінсе, сол жаққа қазақ жасағы оның соңынан еретін. Бірақ алда оны бұрынғысынан да ауыр сынақ күтіп тұрды. Бұл жолы қарсы алдында жай барымташылар емес, қуатты Цин империясының жасақтары тұрды. Шекара бойындағы ауылдар тағы да мазасыздана бастады. Қытай мен Сібе жасақтары Жетісуға қайта-қайта қысым көрсетіп, мал айдап, елдің тыныштығын бұзатын. Қазаққа тағы да қару алуға тура келді. Ал бұл жолы қолбасшылық міндеті Шойнақ батырға жүктелді. Кеше ғана 19 жасында
алғашқы жекпе-жекке шыққан жігіт енді тұтас қолдың алдында келе жатты. Бірақ оның өміріндегі ең әйгілі шайқас әлі алда еді. Жекпе-жектегі жеңістен кейін Жетісу жеріне біраз уақыт тыныштық орнағандай болды. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Шығыстағы Алып Цин империясы Жетісуға деген ықпалын күшейте бастады. Оларға бағынышты сібе жасақтары да шекара бойында жиі көрінетін болды. Шекарадағы қазақ ауылдары тағы да қауіп астында қалды. Шекарадан жеткен әр хабар елдің тыныштығын бұзатын. Бірде мал айдалып кетеді, бірде ауылға шабуыл жасалады, бірде шекара бұзылады. Жетісу қайтадан майдан даласына айнала бастады. Ел аузындағы деректерге қарағанда шешуші шайқас Қорғас пен Өсек өзендерінің аралығында өтті. Бұл жер Жетісудың шығыс қақпасы еді. Егер осы өңір қолдан кетсе, қазақ ауылдарының тағдыры үлкен қауіпке ұшырайтын. Қазақ жасақтарына басшылық ету Шойнақ батырға тапсырылды. Бұл жолы оның алдында бір ғана жекпе-жек емес, тұтас қолдың тағдыры тұрды. Қолбасшы болу қылыш сермеуден әлде қайда қиын. Әр шешімнің артында жүздеген адамның өмірі тұр. Ақыры көптен күткен күнде туды. Екі әскер Қорғас пен Өсектің арасындағы кең жазықта бетпе-бет келді. Бұл кәдімгі шайқас емес еді. Бұл Жетісудың тағдырын шешетін ұрыс болатын. Алғашқы күні екі жақта шегінбеді. Күн батқанша шайқас тоқтамады. Жеңіс еш қайсысына бұйырмады. Екінші күні шайқас бұрынғыдан да ауыр болды. Екі жақтан да адам шығыны көбейді. Қазақ жасағы да, Қытай мен Сібе әскері де шегінуді ойлаған жоқ. Үшінші күні көк жиектен тағы бір қол көрінді. Бұл албан жасақтары еді. Олардың келуі қазақ жасағына жаңа күш берді. Жаңа күшпен жігерленген қазақ әскері шешуші шабуылға шықты. Қарсы жақтың шебі сөгіле бастады. Көп ұзамай Қытай мен Сібе жасақтары кейін шегінуге мәжбүр болды. Осы жеңістен кейін Жетісуға бағытталған ірі шапқыншылықтардың беті қайтты. Бұл жеңіс бір адамның ғана емес, бір рудың ғана емес, бүкіл Жетісуды қорғаған қазақ сарбаздарының жеңісі еді. Ал сол жеңістің алдыңғы шебінде Шойнақ батыр тұрды. Бірақ оның аты аңызға айналған тағы бір ерлігі бар еді. Бұл жолы ол жалғыз өзі жаудың 3 батырын жекпе-жекте жеңіп, талай адамның өмірін сақтап қалды. Қорғас пен Өсек арасындағы ауыр шайқастан кейін Жетісу біраз уақыт тыныстағандай болды. Бірақ шекара тыныштығы әлі де баянды емес еді. Қытай жасақтары шекара маңындағы қазақ ауылдарына қайта-қайта шабуыл жасап, мал айдап, елдің мазасын алуды тоқтатпады. Әрбір шабуыл жаңа қайғы, жаңа қасірет әкелетін. Бір күні осындай шабуылдың бірі туралы хабар жетті. Бұл жолы қазақ қолы тез жиналды. Екі жақ бетпе-бет кездесті. Бірақ екі әскер де үлкен шайқастың қаншалықты ауыр болатынын түсінді. Сол себепті жау жағынан ұсыныс айтылды. Ел аузында сақталған әңгімелерге қарағанда Қытай жағынан 3 таңдаулы батыр ортаға шыққан. Олар қазақ жасағын жекпе-жекке шақырды. Бұл екі қолдың тағдырын шешетін шақ еді. Бір сәт екі жақта үнсіз қалды. Егер жекпе-жек сәтсіз аяқталса,
үлкен қырғын басталуы мүмкін еді. Дәл сол кезде қазақ жасағының арасынан бір адам алға шықты. Ол Шойнақ батыр болатын. Ол ештеңе айтқан жоқ, тек қылышын суырды. Бүкіл дала үнсіз қалды. Алғашқы қарсылас тәжірибелі батыр еді. Бірақ жекпе-жек ұзаққа созылмады. Шойнақтың шешуші соққысынан кейін алғашқы батыр жер құлады. Бірақ жекпе-жек мұнымен аяқталған жоқ. Екінші батыр алға шықты. Бұл жолы айқас бұрынғысынан да ауыр болды. Қылыштар қайта-қайта түйісті. Аттар айнала шапты. Көп ұзамай екінші батыр да жеңілді. Енді барлық үміт үшінші батырға артылды. Бұл Қытай қолының ең таңдаулы жауынгері еді. Бүкіл әскер осы жекпе-жекке қарап тұрды. Екі батыр бір-біріне қарай атылды. Бір ғана сәт қылыш жарқ етті. Келесі сәтте үшінші батыр да аттан құлады. Осы жекпе-жектен кейін ұрыс тоқтап, екі жақ қан төгісті жалғастырмай тарасқан. Кейде бір адамның ерлігі тұтас әскердің тағдырын өзгертеді. Шойнақ батырдың осы ерлігі де халық жадында дәл осылай сақталған. Бұл жеңістен кейін Шойнақ батырдың атағы бұрынғыдан да кең жайылды. Бірақ оның өміріндегі ең ұлы ерлік әлі алда еді. Бір күні жау қолына қазақтың төресі түседі. Ал оны құтқаруға тағы да Шойнақ аттанатын еді. Кейде бір адамның тағдыры тұтас халықтың намысына айналады. Жетісу, 19 ғасыр. Шекара тағы да тыныш емес еді. Бұл жолы жаудың мақсаты мал да емес, жер де емес, қазақтың беделін түсіру болатын. Ел аузында сақталған деректерге қарағанда, Қытай шеріктері күтпеген жерден шабуыл жасап, ұлы жүздің ықпалды сұлтандарының бірі Тезек төрені тұтқынға алады. Оны қол аяғын байлап, өздерімен бірге алып кетеді. Бұл хабар Жетісуға найзағайдай тарады. Қазақтың игі жақсылары бұл қорлыққа төзе алмады. Қожбамбет би Шойнақ батырға шұғыл хабар жібереді. Хат қысқа еді, бірақ салмағы ауыр болатын. Төре жау қолында, ел намысы сенің қолыңда. Шойнақ ешкімге ұзақ сөз айтқан жоқ. Хатты бүктеді, орнынан тұрды. Тек бір ауыз сөз айтты. Аттарды дайындаңдар. Аз уақыттың ішінде жасақ жиналды. Шойнақ батыр жаудың алдын қойбын асуында тосуға шешім қабылдады. Бұл тәуекелі зор шешім еді. Егер қателессе, төре де кетеді, жасақ та қырылады. Көп ұзамай Қытай жасағы асуға жетті. Алдарында тыныштық. Бірақ олар байқамаған бір нәрсе болды. Қазақ жасағы әлде қашан тосқауыл құрып қойған еді. Бар болғаны бірнеше сәт. Тар асу, қиян кескі ұрыс алаңына айналды. Жау мұндай шабуылды күтпеген еді. Шойнақ батыр тура тұтқындарды алып келе жатқан топқа қарай ұмтылды. Бірнеше ғана минуттан кейін Тезек төре азат етілді. Қазақ жасағы жауды кейін шегіндірді. Тағы бір рет ел намысы қорландыра қойған жоқ. Жылдар өте ел аузында сақталған бір қызықты оқиға айтылады. Қытайдың Ежен атты ұлығы Шойнақ батырды арнайы қонаққа шақырған екен. Әңгіме үстінде
ол батырға күтпеген сұрақ қояды. Батыр, Тезек төрені өзің ұнатпайды дейді. Сонда неліктен оны біздің қолымыздан босатып алдың? Мен Тезекті құтқарған жоқпын. Мен қазақтың төресін, қазақтың ар намысын тұтқыннан босатып алдым. Міне, нағыз батырдың ұлылығы осы сөзде жатыр. Шойнақ үшін бұл бір адамның мәселесі емес еді. Бұл қазақ елінің абыройы болатын. Сондықтан ол жанын қауіпке тігіп, төресін емес, тұтас елдің намысын қорғады. Ел жадында кейбір адамдар күшімен қалады, кейбірі жеңісімен, ал Шойнақ батыр ел намысын бәрінен биік қойған тұлға ретінде қалды. Сондықтан оның есімі бүгінге дейін ұмытылмай келеді. Шайқастар аяқталады, қылыштар қынабына салынады, жеңістер тарих бетінде қалады, ал нағыз батырдың бағасын уақыт береді. Шойнақ батырдың есімі де ғасырлар өткен сайын халық жадында ерекше құрметпен айтыла бастады. Бүгінде Жетісу өңіріндегі Тұрпан ауылының батысындағы Кесік мекенінде Алдан ұлы Шойнақ батырдың мәңгілік мекені орналасқан. Кезінде мұнда үлкен кесене болғаны байқалады. Қазір де батырдың басына тәу етіп келетін адамдар аз емес. Өйткені халық жадында ол тек батыр емес, әулие ретінде де сақталған. Ел ішінде сақталған аңыздарға қарағанда, Шойнақтың бойындағы ерекше қасиет бала күннен байқалған деседі. 9-10 жасында құнанын үлкен аламан бәйгеге қосып, өзінен әлде қайда жүйрік аттарды басып озғаны айтылады. Халық оны сол кездің өзінде ерекше бала деп қабылдаған. Тағы бір ел аузындағы әңгімеде 11-12 жасар Шойнақтың қасқырды жалаң қолмен жеңгені баяндалады. Бұл оқиғалардың тарихи дәлдігін бүгін анық айту қиын, бірақ осындай аңыздардың өзі халықтың батырға деген ерекше құрметін көрсетеді. Шойнақ батырдың өзі де ұлы жүздің даңқты қолбасшысы Райымбек батырды ерекше құрметтеген. Оны өзіне пір тұтқан. Бұл батырдың тек ержүрек емес, рухани дүниесі де терең адам болғанын аңғартады. Ел ішінде тағы бір өнегелі оқиға сақталған. Барымтадан қайтқан соң Шойнаққа олжа болған 2 қара жүйрік ұсынылады. Бірақ ол олжаны өзіне қалдырмай, Найман елімен татулықтың белгісі ретінде сыйға тартады. Бұл қолқа жеке адамның емес, екі елдің татулығы үшін деген мазмұндағы сөзі ұрпақтан ұрпаққа жеткен. Батырдың ұлылығы тек жеңісінде емес, бейбітшілікті бағалай білгенінде де еді. Бүгінде Шойнақ батырдың басына келіп Құран бағыштайтын адамдар көп. Бұл батырдың халық жүрегінен өшпегенінің белгісі. Кейбір адамдар тарих кітаптарында өмір сүреді, ал кейбірі халықтың жүрегінде өмір сүреді. Шойнақ батыр солардың бірі. Оның ерлігі ұрпағына өнеге болды. Оның батырлығы елдің рухын көтерді, ал есімі бүгінге дейін құрметпен аталады. Бірақ осындай тұлғаның есімі неліктен кеңінен танылмай қалды? Бұл сұрақтың жауабын әр қазақ өзі іздеуі керек. Тарих барлық ерлерді бірдей есте сақтай бермейді. Кейбір есімдер ғасырлар бойы ұлықталады. Кейбірі уақыттың шаңына көміледі. Бірақ ұмытылу ерліктің болмағанын білдірмейді. Алдан ұлы Шойнақ батырдың өмірі соның дәлелі. Ол елін қорғады, жауға қарсы қол бастады,
жекпе-жекте ерлік көрсетті. Қазақтың намысын бәрінен биік қойды. Халық оны батыр деп те, әулие деп те таныды. Бүгін біз оның өмір жолына тағы бір мәрте үңілдік. Бұл фильмнің мақсаты аңыз жасау емес, мақсаты ел ішінде сақталған деректер мен естеліктерге сүйене отырып ұмыт қалған тұлғаның есімін қайта жаңғырту. Өйткені тарих есте сақталған кезде ғана тірі, ал батыр ұрпағы оны ұмытпағанда ғана мәңгі жасайды. Тарих кейде әділетсіз болады. Бір батырдың есімі ғасырлар бойы ұлықталады, ал енді бірі халық жадында ғана сақталып қалады. Алдан ұлы Шойнақ батыр солардың бірі. Ол елін қорғады, қол бастады, жекпе-жекте жеңді, қазақтың намысын бәрінен биік қойды. Бірақ оның есімі бүгінге дейін өз дәрежесінде насихатталған жоқ. Біз бұл фильм арқылы ұмыт қалған батырдың есімін тағы бір мәрте ел есіне салғымыз келді. Өйткені өткенін ұлықтаған халықтың ғана келешегі кемел болады. Алдан ұлы Шойнақ батыр, қолбасшы, әулие, халық жадындағы ұлы тұлға, оның рухына тағзым.